Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Алма және әртүрлі жаңалықтар каналы. Бүгін біз сіздерге ең арзан макаронның түрінен ең дәмді тамақты жасап көрсетеміз, яғни макароннан. Бізбен бірге болыңыздар, аяғына дейін көріңіздер. Тамағымыз тез әзірленеді және де керекті заттар өте аз. Сонымен бізге керекті заттар: ет, мен фарш алдым, асқабақ, пияз, мен жартысын алдым, және де бір тал картоп. Мынау біздің макаронымыз. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар қандай түрі екенін. Магнумда купический деп аталады, ең арзан сорты. Ал бастайық. Ең бірінші мен макаронды алып, кішкене майға бір қуырып аламын. Қазір көрсетем. Кішкене майға макаронымызды қуырып аламыз. Макаронымызды араластырып, қоңыр түске боялғанша дейін қуырып аламыз. Араластырып тұрасыз, бірыңғай қуырылсын деп. Бұл тағамды оңтүстікте нан палау деп те атайды екен. Қызық, иә? Міне дайын болды. Макаронымызды бір қуырып алған соң басқа ыдысқа салып қоя тұрамыз. Ал енді басты тамақ істеуге көшеміз. Табаға май құямыз. Май қызған соң майдың үстіне пияз саламыз. Одан әрі ет саламыз. Жақсылап қуырамыз. Құйған суымыз тартылды. Енді жаймендеп басқа ингредиенттер сала береміз. Картошка, асқабақ. Араластырып болған соң кішкене бетін жауып, астын жай қойып, тағы да кішкене бұқтырып аламыз. Біздің картошкамыз және асқабағымыз жартылай піскенше дейін. Достар, біздің асқабағымыз 10 минуттай бұқты, өте әдемі иістер пайда болды. Міне, кішкене жұмсарды, картошкамыз да жұмсарды. Соның барлығы бір 7-10 минуттың ішінде осындай халге келеді және әдемі иістер шығады. Енді дәл осы кезде біз осының үстіне өзіміздің макаронымызды саламыз. Үстіне жайып саламыз, өйткені бұны қазір біз араластырмаймыз. Үстінен осылай көрпе сияқты себеміз де және де суымызды құямыз. Су құйған кезде көп құюдың қажеті жоқ. Жай осы тамағымыздың суы осы тамақтың биіктігімен жартысына келген кезде қоя саламыз. Астын қаттырақ қоямыз. Тезірек қайнасын деп суы. Мен қайнамаған су қоса салдым. Көріп тұрған шығарсыздар, мына жерде су көрініп тұр міне. Бұл макарон өзі тез пісетін макарон. Міне көріп тұрғандарыңыздай 1 сантиметр аралықтан кейін міне су көрініп тұр. Сондай болып істеу керек. Немесе кішкене көбірек қосқыңыз келсе, көбірек қоссаңыз болады. Ол кезде кішкене ол ботқалау болып піседі, суы көп болса, а егер суын аздау қосаңыз, шашпа болып піседі. Кішкене тақ құяйын. Суымыз қайнады. Енді осы мезетте біз қақпағын жауып, плов сияқты астын жай қойып, бұқтырып пісіреміз. Небәрі жарты сағаттың ішінде бас аяғынан осындай тамақ жасасаңыз болады. Міне достар, тамағымыз дайын болды. Өте қарапайым, күнделікті тез-тез істеп бере салатын тамақтардың түрі. Өте көп болды. Менің ойымша 10 адамды тойып тамақтандыратындай қып жетті. 10 емес, 5 адамды точно тамақтандырылады. Содан үстін кішкене безендіреміз. Дайын болды. Көргендеріңіз үшін рахмет. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Алма және әртүрлі жаңалықтар каналы. Астарыңыз дәмді болсын.